Көзі қанталап елде 2016 жылы жихад жасаған террорист алғаш рет жұрт алдына шықты. Алматының қақ ортасында автомат ұстап, 10 полицейді жайрат тастаған Руслан Күлекбаев 7 жылдан кейін қылмысына өкіріп жұрттан кешірім сұрап отыр. Алдымен өлім жазасына кесіліп, өзгере беретін заңның кесірінен жазасын жеңілдетіп алған Руслан өмір бақи абақтыға тоғытылған. Бірақ енді бостандыққа шыққысы келетіндей. Жігітті теріс ағымға арбап, арамский итермелеген кім? Соңғы уақытта сәләфиттер бірінен кейін бірі сұхбат беріп, жұрт алдына шығуды жиілеткенін қалай түсінсек болады? Мұның бәрін көрген дұрыс арнасында айтатын боламыз. Ассалаумағалейкум. Біздің арнаға жазылуды ұмытпа. Лайықты десеңіз, лайкта баса кетіңіз. Пікір жазыңыз, бірге талқылайық. Ал енді қазір болсын маған таңдап қойса жеңіл болмақ да. Аяғым келмейді осы нәрседен жеңіл. 2016 жыл 18 шілде көбінің есінде шығар. Алматының қақ ортасында автоматпен полиция бөлімшесіне қарумен кіріп келген жігіт бәрін қырып салған. Бұл оқиға қазір аңыз ретінде ел аузында да айтылады. Бірақ бұл шынайы болған жағдай еді. Руслан Күлекбаев террорлық акт жасап, алдына келгеннің бәрін жайрата берген. Оның атқан оғы 10 сақшыға дөп тиіп, мерт болған. Алматыда террорлық актінің қызыл деңгейі жарияланып, дүйім жұрт шулағаны есте. Қылмыскер жараланып ұсталды. Ол 2016 жылы өлім жазасына кесілді. Алайда сол жылы өлім жазасына мораторий беріліп, жазасы өзгертілген. Сөйтіп Күлекбаев өмір бойына абақтыға тоғытылған. Қолын қанға бояған қаныпезер 7 жылдан кейін істегенсіне өкініп кешірім сұрап отыр екен. Руслан Күлекбаев Қызылорданың тумасы, Байқоңыр қаласында өмір сүрген. Кейінгі жылдары Алматыда жалдамалы пәтерде өмір сүріп келіпті. Осыған дейін ұрлық жасап, қару сақтаған үшін істі болыпты. Қылмыскердің былыққа батқанын теріс ағымдағылар қолданып, Алматыда террорлық акт жасауға үгіттейді. Террористі мұндай жауыздыққа қандай күш итермеледі? Заң алдында кінәсі айтылды, ал ар алдында өз кінәсін мойындады ма? Қылмыскер 10 адамның өмірін ғана қиған жоқ, 10 отбасының ошағын өшірді, балаларын тірі жетім қылды. Ол адам да бұл өмірде қиналу керек. Қиындықтың жалпы қаншама адамның өміріне зиян келтіргенін сезіну керек. Мен адастым деп жер тепкілеп отыр екен. Бірақ өкініштің еш пайдасы жоқ. Қанша баланы жетім қалдырған Руслан Күлекбаевтың балалары бар екен. Түрмедегі азаматтардың жазасын өтеуге қатысты заңға түзету енгізілген еді. Соған сәйкес өмір бойына абақтыға қамалған азаматтарға жақындарымен кездесуге рұқсат етіліпті. Қылмыскер балаларын көріп жүрсе, ол жанын қиған азаматтардың балалары әкесін өмір бақи көре алмайды. Көшедегі адамдарға қару кезеніп, кезіккеннің жанын жалмаған Руслан Күлекбаев ұсталған кезде айыбын мойындамаған. Сот залында шіреніп, бейне бір тарихта қалған тұлғадай қас қайып тұрды. Ол жазасын Қостанай облысындағы аса қауіпті қылмыскерлері отыратын Қара Бүркіт түрмесінде өтеп жатыр. Сұрғапастағы 7 жыл тәубесіне келтіріп кешірім сұрап отыр екен. Күлекбаевтың күдері үзілмепті. Сөзіне қарасаң бостандықты аңсап отырғандай. 1990 жылы туған Күлекбаев қарттығын тарғапаста қарсы алғысы келмейді. Басына тақия киіп, жұрт алдына шығып, шын өкінгендей кейіп танытып жатыр. Өткен қанша ауыр болса да оқиғаға тоқталсақ, Руслан ұсталған соң барлық кінәні мойындаймын деген. Оны жихад деп атап, жасаған қылмысына өкінбейтінін айтқан. Сөйтсек тақия киген бәле жихадтың нәпсімен болатынын енді түсіндім дейді. Тергеу барысында Руслан Күлекбаевтың сәләфизм ағымын ұстанушы екені анықталды. Жалпы биыл сәләфиттерді экран алдына шығып қайта-қайта жылтыңдай беретінін байқап жүрміз. Күні кеше Бекболат Тілеухан елде сәләфизмге тыйым салынбайды деп көкіген еді. Елімізде сәләфизм, уахабизм идеологиясына ресми тыйым салынса, салынатын болса егер, оның артынан сұхбатқа сұранып, бұл ағымның дөкейлері Дарын Мүбәров секілді азаматтар жұрт алдына шығып жатыр. Сәләфиттер сафи исламды пайдаланып, билікті басып алмақшы ма? Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бір мәлімдемесінде былтыр 4 террорлық акт жасағысы келген теріс ағымдар ұсталғанын айтқан еді. Олар кім? Қай жақтан қолдау алып жүр? Қазақстанды шулатқан Руслан Күлекбаевтың 7 жылдан кейін жұрт алдына шыққанын қалай түсінсе болады? Не дегенмен елдегі теріс ағым ахуалы күрделі болып тұр. Дін мәселесі өте нәзік тақырып. Дегенмен елді төңкергісі келіп, бүлік шығарғысы келетіндердің беталысы қауіпті. Ал сондай бір үлкен бүлік шығарған Руслан Күлекбаевты Қазақстандағы ең қатал түрме оны қалай қарсы алды? Жітіқарадағы Қара Бүркіт колониясы Қазақстандағы ең қатал колонияның бірі. Онда адам өлтірген педофилдер, каннибалдар, террорлық акт ұйымдастырған қылмыскерлер отырады. Абақтының өз тәртібі бар.
Содан болар 7 жылда есін жиып, Күлікбаев еңіреп жылап отыр екен. Алайда сақшылардың сөзінше террорист кейінгі жылдары дінге зейін қойып, түрлі кітаптар оқиға бастағанын айтады. Естеріңізде болса, Руслан Күлікбаевтың ісі 2 апта қаралып, бірден үкім шыққан еді. Заңгерлер арасында істің осынша шұғыл қаралғанын түсінбегендер де болды. Бірақ қоғам арасында шу шығармай, тезірек Қанішерді түрмеге отырғызу болған шығар көздеген. Не дегенмен 10 жыл болған оқиғаның жарасы бітелмеді. Өйткені қаза болған полиция қызметкерлерінің отбасы Қанішерлерді кешірмейміз деп отыр. Жетімдер мен жесірдің қарғысына қалған Күлікбаевқа қанша ғұмыр берсе, сонша жыл түрмеде отыратын болады. Абақты басшылары Күлікбаев осы уақытқа дейін 2 рет өз-өзіне қол жұмсағысы келді дейді. Алайда өлімнің өзі ол үшін жеңілді.